Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиет пәні. Бөлім махаббат және абырой. Сабақтың тақырыбы Міржақып Дулатұлы «Бақытсыз жамал» романы. Оқу мақсаты: көркем шығармадағы образ, көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Бағалау критерийлері: кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейді, шығармашылық жұмыс жасайды. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты еске түсіру мақсатында миға шабуыл әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап берейік. Қазақтың тұңғыш романы. Романдағы Жұманның әкесі. Байжанның мінезі қандай? Шығармадағы салт дәстүр. Жамал мен Ғалидың қашып барған үйі. Жамалдың әкесі. Жұманды ауылда қалай атайды? Жамалдың руы. Жамалдың сүйген жары. Екі жастың қашып кетуіне кім көмектесті? Жарайсыңдар балалар, сұрақтарға дұрыс жауап берді деген ойдамын. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын әдебиет теориясынан түсініктеме бере кетейін. Мінездеу: әдеби кейіпкерді таным түсінігімен мінез құлқын таныта даралай суреттеу. Тура мінездеу: кейіпкердің мінез құлқын айнытпай, сол қалпында баяндайды. Жанама мінездеу: оған қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып көрсетеді. Балалар, бүгінгі сабағымыздың бірінші тапсырмасы сен білесің бе? Дескриптор: шығарма кейіпкерлерін табады, кейіпкерлерді кестеге топтастырады. Өзіңді тексер. Шығарма кейіпкерлері: Жамал, Ғали, Сәрсенбай, Шолпан, Жұман, Байжан. Екінші тапсырма: кейіпкер әдісі. Дескриптор: шығармадан кейіпкерлерді табады, кейіпкерге талдау жасайды. Талдау нәтижесін кестеге орналастырады. Өзіңді тексер. Кейіпкер: Жамал, өмірге қызығушылығы, білімге құштар, зерек, еркіндікке жетуді жөн көреді. Махаббатына берік, жанашыр. Қазақ қыздарының басындағы қайғының халін ұғына білген, өз тағдырына араша түсуге дайын кейіпкер. Ғали: медресе бітірген, оқыған, мұғалім болып қызмет атқарған, өнерге жақын, сырт келбетіне ақылы сай, мәдениетті, жанашыр. Сүйген үшін жанын құрбан етуге дайын кейіпкер. Байжан: ескі салттың адамы, барымташы, жалақор, сөзін сөйлер тобы бар, құбылмалы, қатыгез кейіпкер. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы кестеге дұрыс орналастырды деген ойдамын. Балалар, келесі үшінші тапсырма. Дескриптор шығармадағы кейіпкер образын екі бағытта талдап жазады. Кейіпкерге сипаттама береді, өз көзқарасын білдіреді. Кесте: дұрыс істері кейіпкердің және кейіпкердің бұрыс істері. Өзіңді тексер. Кейіпкер Сәрсенбай деп алдық. Дұрыс істері Сәрсенбайдың: Жамалды оқытуы, тәрбиелеуі, дұрыс бағыт беруі, сауаттылығын арттыруы, хаттануға ынталандыруы, оқу мен өнерге баулуға жағдай жасауы — бұл кейіпкеріміздің дұрыс істері. Ал Сәрсенбай, яғни кейіпкеріміздің бұрыс істері: билікке құмарлығы, мансапқорлығы, Жамалды Жұманға беруі, қыз тағдырын ойламауы, жарының сөзіне құлақ аспауы. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Балалар, келесі төртінші тапсырма. Дескриптор үзіндіден кейіпкер бейнесінің тура және жанама мінездеуге сәйкестігін анықтайды. Төртінші тапсырмада үзіндіде кейіпкерлеріміз туралы үзінді берілген, сол арқылы тура және жанама мінездеуді табамыз. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Балалар, сабағымыздың соңында сіз білдіңіз, шығармадағы кейіпкер бейнесін талдай білуді, сіз меңгердіңіз,
Көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеуді. Үйге тапсырма. Эссе. Жамал мен Ғали әділетсіз қоғамның құрбандары. Дескриптор. Эссе құрылымын сақтайды, тақырып бойынша эссе жазады. Балалар, бүгінгі сабағымыздан алған әсерлерің туралы аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы өз ойларыңмен бөліссеңдер. Жақсы балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.